Қарағанды Тау-Кен индустриялық колледжі физика пәнінің мұғалімі Шорина Ләйла Сексенбек қызы. Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы оптикалық аспаптар. Дәптерлеріңізді ашып қойыңыздар. Бүгінгі күнді жазып қойыңыздар. Тақырыпты оптикалық аспаптар деп жазып алыңыздар. Сабақтың мақсаттары: оптикалық құралдардың сызықтық ұлғаю түсінігін білу және түсіну, ұлғайтқыш шынының лупаның үлкейтуін және кескіннің қалай пайда болуын білу, микроскоптың сызықтық үлкейтуін және кескіннің қалай пайда болуын білу, телескоптың, проекциялық аппараттардың, фотоаппараттарда кескіннің қалай пайда болуын білу, перископ құралдарының құрылысын сипаттай білу. Көз торламасында пайда болған кескін қаншама үлкен болса, біз нәрсе туралы соншама көп информацияға ие боламыз. Сондықтан кіші нәрселерді үлкейтіп көру, микроскоп, лупа, алыстағы нәрселерді жақындатып көру, бинокль, телескоп адамдар үшін өте маңызды. Мұндай мүмкіншілікті бізге оптикалық аспаптар жаратады. Оптикалық аспаптардың негізгі сипаттамасы олардың үлкейтуі болып табылады. Сызықтық үлкейтік оптикалық жүйенің пайда еткен кескіннің сызықтық өлшемнің нәрсенің сызықтық өлшеміне қатынасымен анықталатын физикалық шама. Жарықтың шағылу және сыну қасиеттері жарық шоқтарын басқаруға мүмкіншілік береді. Суреттегі аспаптардың жұмыс істеу принциптері жарықтың осы қасиеттеріне негізделген. Бұл құралдардың негізгі элементі балалар линза болып табылады. Топтық жұмыс, міне сіздерді екі топқа бөлдік. Бірінші топ, бізге лупа не үшін қажет екенін айтасыздар. Екінші топ, лупада қандай кескінді көреміз. Өте жақсы, екі топта жақсы дайындалған екенсіздер, біледі екенсіздер. Қазір сіздердің жауаптарыңызды топшалайық. Лупа, фокус аралығы кіші болған шамамен 10 см линза, ең қарапайым оптикалық құрал. Лупа нәрсенің кескінін 2 еседен 25 есеге дейін үлкейтеді. Үлкейтуге мүмкіншілік береді. Алдыларыңызда ең қарапайым лупа, бірінші оның ұлғайтқыш шынысы бар, сабы бар, лупаның жиегі. Лупа қарапайым түрде көру бұрышының үлкейту мүмкіндігін беретін оптикалық аспап. Лупаның ұлғайтуын есептеп табу үшін анық көрудің арақашықтығын лупаның фокус аралығына бөледі екенбіз. Мына өрнекті дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Жұптық жұмыс. Ал балалар, микроскоп туралы не білесіздер? Оны қалай пайдаланады? Өте дұрыс. Сіздердің жауаптарыңызды топшалайық. Микроскоп фокус аралықтары кіші болған екі жинағыш линза, объектив нәрсеге қаралатын линза және окулярдан көзге қаралатын линзадан тұрады. Бірінші екі линзаны микроскопты 1590 жылы Янсен жасаған. Алдыларыңызда, дәптерлеріңізді ашыңыздар да микроскоптың құрылымын жазып алыңыздар. Жақсы. Телескоп. Бірінші ең қарапайым телескопты көру түтігі 1609 жылы Галилей жасады. Алдыларыңызда телескоптың схемалық бейнесі берілген. Яғни сызықтық үлкейтуді есептеп табу үшін объективтің фокус аралығын окулярдың фокус аралығына бөледі екенбіз. Өрнекті жазып алыңыздар. Фотоаппарат. Балалар, сіздерге күнделікті білесіздер бұл фотоаппаратты. Фотоаппарат линзалар жүйесінің көмегімен нәрсенің шын кішірейтілген кескіннің жарық сезгіш қабыршақта фотопленкада пайда ететін оптикалық қондырғы. Көпшілік жағдайда нәрсе екі еселенген фокустан арыда орналасады. Фотоаппараттың негізгі бөліктері объектив, мөлдір емес жарық өткізбейтін камера және фотоқабыршақ. Проекциялық аппарат. Экранда нәрселердің шын үлкейтілген кескінін беретін оптикалық аспаптар. Мөлдір нәрселерді диафильм, диапозитив, экранға проекциялау диапроекция деп аталады. Мұндай аппараттар диаскоп деп аталады. Мөлдір емес нәрселерді сурет, фотосуреттер экранға проекциялау эпипроекция деп аталады. Мұндай аппараттар эпископ деп аталады. Экранда диа және эпипроекциялары пайда ететін аппаратты эпидиаскоп деп атаймыз. Перископ.
латын тілінен қараймын, жан-жақты байқаймын. Тасадан, яғни сіздер білесіздер, окоптан, жертөледен, танкілерден, су үсті кемелерінің ішінен, перископтың тереңдіктегі сүңгір қайықтардың бақылауға арналған оптикалық аспап. Перископ артиллериялық танкілік, жаяу әскерлік және кемелік түрлерге бөлінеді. Перископ бақылау объектісінен келетін жарық сәулені шағылстыратын және сындыратын, және оны бақылаушының көзіне беретін оптикалық жүйесі бар монокулярлық немесе бинокулярлық көру дүрбісі пішінінде қолданады. Сабақты бекіту. Бағалау критериялары. Оптикалық құралдардың сызықтық ұлғаю түсінігін білу және түсінеді. Ұлғайтқыш шынының лупаның үлкейтуін және кескіннің қалай пайда болуын біледі. Микроскоптың сызықтық үлкейтуін және кескіннің қалай пайда болуын біледі. Телескоптың, проекциялық аппараттың, фотоаппараттар, перископ құралдарының құрылысын сипаттай біледі. Балалар, сіздердің алдыларыңызда пирамида салынған. Сол пирамидаға сіздер жазуларыңыз керек. Есте сақтау керек бір маңызды мәлімет. Менің көбірек білгім келген 2 мәлімет, мен білген 3 мәлімет, мен үйренген 4 мәлімет. Осы 4 бөлікті пирамиданы толтырыңыздар. Үйге тапсырма. Перископты құрастырыңыздар. Көп рахмет бүгінгі сабақ үшін.